Баршаға сәлем. Менімен бірге күнделікті қолданатын ыдыстарымызды ағартайық. Вилка, қасық, шайнек барлығын суға салып қайнатамыз. Сосын таза деген порошокты салып, тағы қайнатамыз. Осылай көпіріп, реакция береді. Ішіндегі барлық қарадақтарды, майларды ертіп жібереді. Арасында осылай щеткамен жуып кетіріп алуға да болады. 15 минуттың ішінде вилка қасықтарым жалтырап шыға келді. Күнделікті тамаққа қолданғаннан кейін араларында қалып қоятын майларды оп-оңай кетіріп береді. Ал енді шайнегіме қараңыздар. Барлық жері жалтырап тұр. Күнделікті шайға қолданғаннан кейін іші тез қарайып кетеді. Соны оп-оңай 15 минуттың ішінде осылай жалтыратып береді. Енді менің тамақ жасайтын қазанымның түріне қараңыздар. Бұны да қазір оп-оңай жалтыратып бере ме екен, бермей ме екен, сіздермен бірге көретін боламын. Жаңағы қайнап тұрған суға салдым. Толықтай қазаным сыймады. Бірінші жартысын салып алдым. Сосын алып, кішкене кометпен осылай ысқыладым. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай күш салып жатқан жоқпын. Жақсы кетіп жатыр. Бірақ іші толықтай кеткен жоқ, кішкене қалып қойды. Зато зиянды средство емес, универсальный порошок, посуда, киім, мебель, обой, кафель барлығына жарайды. Ал енді газымды тазалап алайын.